Бүгінгі тақырып біздің актерлік шеберлік және оның бала дамуындағы пайдасы. Қазіргі таңда баланы дамытам деген атына үшін үйірмелердің саны таңдау шексіз, өте көп. Сондықтан бірақ та сіздің балаңызға сол үйірмелердің ішінде ең қажеттісі қандай? Оны таңдау қиынға соғып жатады. Сондықтан біз бүгін актерлік шеберлік туралы сөз қозғамақпыз. Бүгін оған бізге Гүлназ Темірбекқызы көмектеседі. Гүлназ ханым туралы қысқаша информация айта кетейін. Қонағымыз біздің Шабыт фестивалінің лауреаты, 2017 жылғы Қайрат Сүгірбеков атындағы республикалық жас режиссерлардың форум фестивалінің бірінші жүлдегері, Махамбет атындағы Академиялық қазақ драма театрының режиссері, Қарақат мектеп студиясының актерлік шеберлік сабағының ұстазы Қамыспаева Гүлназ Темірбекқызы. Гүлназ деп шығайын ба мен? Гүлназ, көп рахмет. Бүгін алтын уақытыңызды бөліп, осындай пайдалы ақпаратпен бөліскелі отырғаныңызға. Сондықтан біз сұхбатымызды бастай берейік. Ең басында осы актерлік шеберліктің бала дамуына берер қандай пайдасы бар? Сол туралы толығырақ мағлұмат айта кетсеңіз. Журналистиканы білген адам блогерствомен де жақсы айналыса алады деп ойлаймын. Сондықтан сіз бұл саланы актерлік шеберлікпен қатар бәрін бірге қатар дамыта аласыз. Ол өте керемет. Мен қазір біліп отырмын сіздің журналистиканы қатар оқығаныңызды. Енді Инстаграмнан қарап оқып отырсаңыздар байқауға болады деймін ба? Так, бағана сұраққа орала кетейін. Актерлік шеберлік сабағының балаға берер не дедіңіз? Балаға берер пайдасы, бала дамуындағы пайдасы. Во-первых, ең бірінші айта кетейін, актерлік шеберліктің балаға берер пайдасы өте мол. Өте мол. Европада негізі мектеп жастан манағыда программаға енгізеді. Мектептің программасына енгізеді актер шеберлігін. Мектептің программасына енгізеді. Оның манағыдай положительный эмоциялары өте көп. Мысалға, бала актер шеберлігіне келді. Мысалға да, олар жақсы достар таба бастайды. Немесе, мысалға, айналадағы адамдармен манағы тез тіл табысып кетеді. Тез тіл табыса бастайды. Егер де бала талантты болса, ол сахнаны жақсы көретін болса, манағыдай көпшілікті жақсы көретін балалар болады ғой. Мысалы, мама папасын, үйдегі ата әжесін отырғызып қойып, концерт қойып жататын балалар, бірақ сыртқа шыққанда ұялшақ деп айтады. Ол балаларды міндетті түрде актер шеберлігіне әкелу керек. Міндетті түрде. Неге? Өйткені бала ары қарай өзінің талантын жалғастыру керек. Ол балада талант бар деген сөз. Бірақ кейде бұндай әрекетке ата-аналар бара бермейді. Неге? Өйткені қой, мен актер қылмаймын, мен әнші қылмаймын, ол сахнада жүрмейді деп. Жоқ, оған байланысты. Актерлік шеберлікке берсе, ол значит болашақта актер болады деген ой ұғым бар, қалыптасқан. Особенно біздің қазақтарда. Ал шет елдерде, Европада ондай ұғым жоқ. Керісінше, актерлік шеберлік оларға number one, бірінші орында. Неге? Өйткені актерлік шеберлікке қатысқан балалар кез келген профессияда өзін ұстай алады. Кез келген профессияда өзінің ойын жеткізе алады. Кез келген ортада өзін ұстай алады. Понимаете? Актерлік шеберлік ол өте маңызды нәрсе. Уильям Шекспир айтқандай, жизнь это театр, а мы все актеры. Кез келген ортада, кез келген манағы мамандық иесін, кез келген жұмыста, кез келген манағы қалай айтсам екен, кез келген жерде сенің актерский мастерствоң керек. Понимаете? Өмірде де өмір сүре білу үшін әр образға кіріп ене білу керек. Эмоцияңды шығара білуің керексің. Дұрыс. Эмоцияңды шығара білуің керексің. Мысалға, манағыдай
актерлік шеберлікте әдемі өзін өзін ұстауды үйретеді. Актерлік шеберлікте ашық сөйлеуді үйретеді. Актерлік шеберлікте еркін жүруді үйретеді. Актерлік шеберлікте ойыңды жинақтап жеткізе білуді үйретеді. Понимаете? Одан сен әртіс болып кетпейсің одан. Сен актерлік шеберлік сенің өміріңе керек. Түсініп тұрсыз ба? Мысалға, болады мынандай балалар. Менің балам өте ұялшақ дейді. Менің балам өте ұялшақ. Мен сол үшін актерлік шеберлікке әкелдім, бірақ әртіс қылмаймын дейді. Но кешіріңіз мені. Ондай балалар, ұялшақ балалар, өте талантты и ақылды умный болып келеді. Ұялшақ балалар. Понимаете? Талантты и умный болып келеді. Неліктен ұялшақ? Неліктен олар ұялшақ болады? Өйткені олардың правильный дейді ғой, өте правильный балалар, ұялшақ балалар. Понимаете? Ата-анасы солай тәрбиелеп тастаған. Өте правильный балалар. Олар өзінше осуждать ете алады, өзінше ойлай алады. Бірақ сол правильныйдың кесірінен манағыдай, андай, анау қате айтып қоям ба, бір нәрсені қате істеп қоям ба деген комплекс тұрады ғой, иә? Иә, андай, олар жан жақтағы нәрселерді, болып жатқан нәрселерді, олар манағыдай, сол неден мерадан тыс деп есептейді. Мысалға, актерлік шеберлікке келген ұялшақ, мысалға келген балаларға, ұялшақ балалар келеді, сол балаларға мяу бірдеңе деп ойын түрде бір нәрсе істесін. Ерсі көреді, иә, оны қабылдамайды, ерсі көреді. Өйткені олар ойлайды, өмірде бірдеңе деп жүру, олар ерсі. Олар правильно, ақсүйекте. Порядочный болып жүргенді, олар солай қалыптасып қалған. Ұялшақ балалардың көбісі өте ақылды, өте умный, өте талант болып келетін сондықтан. Понимаете? А ондай балаларды керісінше актер шеберлігіне әкелу керек. Түсініп тұрсыз ба? Ондай балалар, қалай айтсам, школа актерского мастерства даже, қалай айтсам, самым замкнутый балаларға поможет стать более уверенным. Раскрыться, да? Оларды ашуға тырысады, манағы, ұялшақ балаларды. Түсініп тұрсыз ба? Оларды уверенный болуға, манағыдай мысалға, олар правильный ғой. Енді оған актерский қосса, білесіздер ме, ондай адамдардан қандай не шығатын? Дұрыс айтасыз. Оларға актерский нәрсе жетіспейді. Актер, манағыдай, Уильям Шекспир айтқандай, жизнь это театр, а мы все актеры. Актер болуға тиістіміз біздер. Актерлік шеберліктің тағы да бір қоса кетейін. Мысалға, жұмысқа кіру үшін собеседованиеға өту, ол жаңағыдай сол жерде өзінің бар жақсы качестволарын ашып жеткізе білу керек, иә? Оны қалай жеткіземіз, Гүлфия? Аз уақыттың ішінде қалай жеткіземіз? Әрине, эмоциямен. Убедительно жеткізе білу керек. Убедительно эмоциямен жеткізуің керексің. Сен мысалға просто так отырып, я тебе убедительно бір нәрсені айта аламын ба? Когда я убедительно эмоциямды көрсетіп тұрып, я убеждаю, жасасам, сен сенесің. А мен отырып алып, бетім мертвый, эмоция дым жоқ. Мен сені убеждать ете аламын ба? Убедить ете аламын ба мен бір нәрсеге? Нет, конечно. Эмоция. Осы эмоцияны үйретеді. Неожиданный ситуациядан тез арада сөздер тауып, өзінің сөзін жинақтап, эмоционально жеткізе біледі. Актерлік шеберлік соған көмектеседі. Ең ар жағы біздің қазақ халқы тойлатып жүрген жақсы көреді, иә? Тойға барған кезде халықтың ортасына шығып тост сөйлеу, тілек тілеу, соның өзіне көп адамдар сен сөйле, сен айт деп бір-біріне ығыстырып, қашқалақтап тұратын сәттерді көп байқаймыз. Оның барлығына халықтың алдына шығып, публичный выступлениеден ұялу, иә? Соның барлығына посторонний адамдардан ұялғанның кесірінен, мысалға, мен қазір сіздің алдыңызда отырсам, мен сізді танымаймын деймін. Я посторонний. Вы для меня бірінші рет кездесіп тұрған адамбыз, мысалға, да? И мен сізге
осындай ашылып сөйлемесем, мен егер де актерский оқымасам, бұндай ашылмас па едім мүмкін. Мүмкін отырар едім. Я, ол деген актер шеберлік керек қой ол. Мен мысалға ұстазбын, тек қана ұстазбын. Актерлік шеберлік оқыған жоқпын, мысалға түрде да. Ұстаздардың да ішінен актерский эмоциямен кәдімгідей жарылып бара жатқан ұстаздарды көрсең, вот действительно балалар қабылдайды. Ал балалар мынандай ұстаздар да болады. Иә, дұрыс, иә. Ондайларды балалар қабылдамайды. Баланың көңілін аулай алмайды. Иә. Аулай алмайды. Олар айтады да, мен сондаймын дейді. Кешіріңіз мені. Балаға эмоцияңмен, ойыныңмен, іс-қимылыңмен жеткізе білуің керексің. Баланың аты есть бала, понимаете? Сен ол балаға үлкен адамның алдында тұрғандай, сен міне қабылда мені демейсің сен оған. Өйтіп жеткізе алмайсың балаға. Сөйтіп, манағы ұялшақ балалардың актерлік шеберлігінің ұялшақ балаларға өте керектігі посторонний адамдардан қысылуды, қымтырылудан арылтады. Осы жерде педагогикалық тұрғыдан уверенностьті пайда. Айта кететін болсам, жаңағы ұстаздарды қабылдамайды деп жатырсыз ғой. Қазір статистика бойынша мына психоэмоциональный задержкамен балалар өте көп екен. Ол не деген сөз, жаңа балалар бір қатып қалған бет болды. Не қуанғанын көрсете алмайды, не бір жері бірдеңе ауырып тұрғанын көрсете алмайды. Оның барлығы біріншіден үйіндегі анасынан, одан кейін жаңа қоғам, одан кейін ұстаздарынан, олар балада наглядно действенное мышление ма, солай айтады, қабылдауы, наглядно қабылдайды олар. Эмоцияның барлығын біздер беру керекпіз, мына үлкендер, айналасында ұстаздары мен аналары. Сондықтан актерское мастерство даже міне мұғалімге де керек, анаға да керек. Өйткені бала содан қабылдайды. Гүлфия, міндетті түрде. Мен сізге айтайыншы, біз Германияға бардық қой. Как будто біздер олардың киім киісі, жүріс тұрысын айтпай қояйын. Каждый Германияда кездескен адамдардың барлығы для меня это был бір художник сияқты. Бір дизайнер сияқты. Оның киінгендері, жүріс тұрыстары мүлдем басқа. Және де актерский, оның өзі актер шеберлік қарап тұрсаңыз, олар бір күліп қарағаның өзі, все. Менің жолдасым художник, ол айтады ғой, Құдайым-ау, мынау кезінде біздің аталарымыз бұлармен қалай соғысқан дейді. Бұлар күліп қарайды да, күлудің өзі актерскийге жатады, понимаете? Күлудің өзі. Вот, енді қараңыз, манағы ұялшақ балаларды мысалға келді. Сіз оны манағыдай мен ұстазбын деп былай қабылдап алдыңыз. Ол қандай неде болады? Керісінше күліп, қалайсың, сенің жағдайың қалай, сенің атың кім, сенің нешедесің, сен сұлусың, оны өзіңе баурап күліп қарсы алмасаң, ол бала саған келмейді. Актерскийдің оларға пайдасы, олар комплекстан айырылады, ұялшақ балалар. Олар, қалай айтсам екен, зажим, қысудан арылады. Және де актерский мастерствоның балаларға керегі искусство перевоплощения дейді ғой. Помогает им. Оларға өміріндегі қиыншылықтарды жеңуге тырысады. Перевоплощение оларға қиыншылықтарды жеңуге тырысады, понимаете? Актерскийде. Оның үстінен ұялшақ балалар, манағы жан-жақтағы достарын, қалай айтсам екен, өзінде, именно ұялшақ балалар, манағында, пікірлестер дейді ғой, манағы, единомышленниктер дейді ғой, сондайларды таба бастайды. Андай, жалғыз мен емес екен ғой ұялшақ. Менде де қасында балалар да бар екен ғой, онда ұялшақ балалар. Енді ол балалар, единомышленниктер манағы бірігіп жиналып, олар не істейді? Дос таба бастайды. Понимаете? Дос таба бастайды. Ұялшақ балалар, мана айттым ғой, олар ақылды, олар талантты. Манағыдай, ол жалғыз емес, ұялшақ балалар үйде отырып, мысалы, сіз оны актерскийге әкелмейтін болсаңыз, бір менен айта қояйын. Ол сол ұяңдықпен, сол замкнутый өзінің несімен, қорғанысымен кетіп қалады, өсіп кетеді солай. Понимаете? А егер де актерскийге әкелсеңіз, ол жалғыз емес екенін сезінеді.
Осы орайда айта кетейін, жаңағы зажатый, замкнутый балаларды егер раскрывать етіп, оның мына ішкі тұйық мінезін шығармаса, бала ашпаса, соны шығара білмесе, ол да бір энергия ғой булығып жатқан. Соны шығара білмесе, ол ертең переходной возраст сондай уақытта агрессияға ұшырайды да, мына Құдай сақтасын, бет аулақ, неше түрлі суицид та бар, басқа агрессияға, жаман әдетке, жаман жолға түсіп кететіндер, жаман орталарға қосылып кететіндер, осындай кезден, кішкентай кездегі бүкіл шығара білмеген блоктардың әсерінен болады. Сондықтан бұл актерское мастерствоның тек қана эмоционалды немесе ұялшақтықтан жою емес, сондықтан түгел ішкі психологиялық баланы өзгертуге өте бір пайдалы пайдасы бар. Иә, мына жерде мен тағы да айта кетейін, өнер қырандарындағы актер Жанболат Найзабеков бізге прямой эфирге кіріп отыр. Қош келдің, Жанболат, менің группаласым, алтын группаласым, жүрегім, бір нанды бөлісіп жеген бауырым келіп отыр. Так, енді ары қарай жалғастырайық. Енді трудные дети дейді. Мысалға, ол қалай дейді ғой? Иә? Ол қиын балалар садикте де, мектепте де мама папасы естімеген сөз естіп жатады сол баланың артынан. Анау жаман, ана баланы боқтады, ана балаға итерді, ана баланы бетті, мына баланы сөйтті. Кешіріңіз, ондай баланы міндетті түрде актерский шеберлігіне әкелу керек. Неге дейсіз ғой? Мен бағана ұялшақ балалардан бөлек айтып отырмын. Трудные дети, қиын манағыдай. Мана сіз айтып отқан сіздің сөзіңізден шығарып отырмын. Агрессивный, қиын балалар. Оның артын мама папалары міндетті түрде сөз естіп. Гиперактивный деп балалар. Гиперактивный балалар, ананы итеріп жіберді, мынаған қатты сөйлеп қойды, мұғалімді боқтап жіберді, ананы битті деген балаларды міндетті түрде актер шеберлігіне әкелу керек, Гүлфия. Неге? Өйткені оларға актерлық шеберлік нені үйретеді дейсіз ғой? Я? Помогает оларға именно сахна тілі. Сценический речь. Оларға әдемі сөйлеп, әдемі ойын жеткізеп, манағы қасындағы партнерға жақсы сөйлеуді үйретеді актерлық шеберлік. Олар ауызына келгенді соқпайды. Түсініп тұрсыз ба? Және де оларға әртүрлі образға кіре біледі, иә? Иә, әртүрлі. Біздер актерлық шеберлік, мысалға, олар гиперактивный балаларға отырғызып қойып, так, мен мұғаліммін, сен мені қабылда деп айта алмаймыз. Ол жүгіріп жүр ма, біз де жүгіріп жүріп үйретуіміз керекпіз. Түсініп тұрсыз ба? Мышечник балалар болады, әрбір нәрсені соғып, кеудесіне нелер сыймай жататын балалар. Иә. Ондай балалар сияқты қазір. Отырғызып қойып, сен оған сабақ үйрете алмайсың. Түсініп тұрсыз ба? Оларға актерлық шеберлік керек. Эмоциямен жүгіріп жүріп, бүкіл энергиясын шығарып жүріп, оларға сабақ үйрету керек. Сосын сөйте тұра сахна тілін мысалға секіріп тұрып, арли, лри, стизи, жыздыри деп секіріп тұрып, манағыдай сахна тілін үйретсеңіз, оған словарный багаж жиналады. Словарный запас дейді ғой, сондайлар жиналады, понимаете? И сол арқылы ол өзінің сөздік қорын формировать етеді. Андай, кетші, ей, не, деп айтпайды. Түсініп тұрсыз ба? Жайлап өзінің сөзін түзей бастайды. Актерлық шеберліктің құдіреті. Әдемі сөйлеуге үйренеді. Әдемі сөйлеуге словарный запас жинауға үйретеді. Түсініп тұрсыз ба? Бағанағыдай гиперактивный балалар. Словарный запас болғаннан кейін ойында тиянақты анық жеткізе алады. Иә, әрине. Оның және де ойын жинақтап былай тұрсын. Терпениеге үйретеді. Не терпениеге үйретеді? Айтайын ба? Спектакль кезінде ой өрісін кеңейту, спектакльдің сөзін жаттау, оны терпениеге үйретеді. Және де оған қызық болады. Өйткені ол гиперактивный, ананы-мынаны білгісі ой келіп отыратын бала ғой. Спектакльде ана қасқыр былай деді, мына қоян былай деді дегенде ол қызығушылықпен үйренеді. Түсініп тұрсыз ба? Сөйте келе және де ол дисциплинаға үйренеді. Спектакльді әрбір дайындық гиперактивный баланы дисциплинаға үйретеді.
Көрдіңіз бе? Актерлық шеберліктің балаға жан жақты қандай керектігін. Гиперактивный балаларға не қажет, не үйрететінін көрсетеді. Айтып тұр актер шеберлігі. Ұялшақ балалардың лидерский качествосын, мана мен жалғыз емеспін, менен де басқа балалар ұялшақ екен ғой, олар бір-біріне дос таба бастайды, олар бір-бірін аша бастайды, олар бір-біріне жақсы сөз айтып, лидерский качестволарын аша бастайды. Көрдіңіздер ме? Және де талантты балалардың қандай, талантты балалар жетеді бағанағы өзінің мамаларының алдында өнер көрсететін сондай бала. Сондықтан ата-аналарға айтарым, актерлық шеберліктің кез келген адамға қажет екен. Кез келген адамға. Анаға да, балаға да, қоғамда жүрген адамдарға барлығына актерлық шеберлік керек. Барлығына. Сондықтан Гүлфия бағана сұрағыңызға мен жауап бердім деп ойлаймын, пайдасы өте мол. Және мен де қоса кетейін, мына алысқа бармайық, балалардың мектепке барған балалардың мына оқушылардың алдына шығып, тақтаға шығып сабақ айтуы, сол сабақты олда да публичный выступление сияқты ғой, халық алдында сабақ айту, үй жұмысын айту, және білгенін ұмытып қалмай жеткізу, соның барлығы, мына пересказ дейді ғой, түсінігін айту. Оның барлығы да оқып алып жаттан сөзбен айтпай, түсінігін айту деген сөз, ол өзінің сөздік қорымен, ойымен жеткізу сабақты. Тақырыпты ашу. Соның барлығы да осы жерден қалыптасады, е? Актерлық шеберліктен қалыптасады. Мысалға, маған ата-аналар келіп жатады, Гүлназ бүгін 5 алды, мұғалімі мақтады, қалай дейсіз ғой? Бір пересказда, мысалға, түсініктемен айту үшін, ол как будто бір спектакль қойғандай эмоциямен айтты дейді ғой. Көріп тұрсыз ба? Актерлық шеберліктің пайдасы. Ал бізде қалай? Актерлық шеберлікке мысалға алып келмейді, ой, әртіс қылмайын деп бағанағыдай қорқып алып кетеді, актерлық шеберлікке келмейді. Бірақ бала оқымысты, білімді, но жеткізе алмайды. Тақылдап тұрып айтады, без эмоций, без манағыдай лишних, правильный, өте правильный бала. Түсініп тұрсыз ба? Сондай болып жеткізеді, оның қасында сабаққа көп зейіні жоқ, бірақ түсініктемені оқып алып, оны жеткізгенде қандай немен жеткізеді? Бір спектакль көріп шыққандай, ертегінің ішіне кіріп шыққандай болдық деп айтады дейді ата-аналары, мысалы мұғалімдері. Өзінен өткізіп тұрып айтатын болып тұр ғой. Жеткізеді. Түсініп тұрсыз ба? Өзінен өткізіп басқаға жеткізеді. Вот, актерлық шеберліктің құдіреті. Сондықтан мен айтар едім ата-аналарға, актерлық шеберліктен алып қашудың қажеті жоқ. Және де актерлық шеберлік фантазияға. Олар фантазировать етеді. Түсініп тұрсыз ба? Өзінің фантазиясына ары қарай дамытады. Балаға өте керекті бір качествоның бірі. Сондықтан ғой Европада жастайынан кішкентай, мысалға, 1-ші класс қалай басталады, солай актерлық шеберлігін енгізеді екен. Сондықтан. И в конце, мысалға, мектеп бітіретін кезде үлкен Уильям Шекспирдің Ромео Джульеттасымен, немесе тағы бірдеңесімен сөйтіп бітіріп жатады. Спектакль қойып, экзамен тапсырып жатады. Қандай керемет. Өзіңіз ойлаңызшы. Ал бізде ондай жоқ. Қазір попробуйте, қазір не то, что там, біздің қазақ әдебиетте мектепте үйретеді. Мұқағали Мақатаевтың кім екенін үйретеді, Абай Құнанбаевтың кім екенін үйретеді, Ғабит Мүсіреповтің кім екенін үйретеді, Ыбырай Алтынсариннің кім екенін үйретеді. Барлығын үйретіп жатыр, но без эмоций. Олардың көз алдында қалып жатқан жоқ. Ол жақта Уильям Шекспирді олар өздерінің классикалары ғой. Соны өздері оқып қана қоймай, соны ойнайды олар, понимаете? Олар естерінде жадында қалмағанда қайда қалады? Бізде тек оқу керек, болды, соны Ыбырай Алтынсаринді бүгін оқиды да, ертең ұмытып қалады. Ал егер де біздер Абай Құнанбаевты оқып, әдебиеттен оқып, актерлық шеберлік сол мектепке енген болатын болса, Абай Құнанбаевтың 45 қара сөзіне мен неге, манағыдай, немесе өлеңіне, немесе әніне, мен неге соны кәдімгідей сахнаға мен алып шықпаймын? Менің жадымда, багажында қалады ғой. Көріп тұрсыз ба? Публиканың алдына шыққан нәрсе ол мәңгілікке қалады. Актерлық шеберліктің көп нәрсесі, пайдасы осы. Орысша айтқанда прививает вкус к искусству деп айтады, жаңағыдай. Мына музыканы, жақсы музыканы, Моцартты тыңдатып, Вивальдиді тыңдатып сөйтіп жатады ғой. Классический музыкаларды. Классиканы тыңдатып, мысалға шетелде өте көп музейлер бар,
Санкт-Петербург болсын, алысқа ұзамай-ақ, галереяға барады ата-аналар балаларымен, иә, картинаны түсінеді олар, өте жаңағыдай классикалық музыканы тыңдай біледі, қай музыка кімдікі екенін біледі, сол кісілердің тіпті тарихын да біліп жатады. Ал біздегі көрдіңіз ба? иә, ал бізде қазақта оған әлі көше қоймаған сияқты. Бізге соны мына актерское мастерство, сіздер өйткен солардың шығармасын орындайсыздар ғой. Әрине, балаға багаж. Иә, сол жаңағыдай бұл өнердің шынымен жоғары искусствоны балаға тануға бір өте жақсы. Иә. Иә, мысалға мен айтайын. Мауглиді ойнаймыз. Мауглиді. Кімдікі? Киплингтікі. Да, бала авторын кім екенін біледі. Ол кітапты оқиды. Содан соң бала ойнайды. Ойнаған соң ол есінде қалады. Багаж ба багаж? Белоснежка. Пожалуйста. Небір ертегілерді алыңыз. Да, барлық спектакль, барлық ертегілерді біздер оқытамыз. Жаттаттырамыз. Және де соны өзінің ой елегінен өткізіп, өзінің денесінен өткізіп, және де сол образға кіріп ойнатамыз. Ол есінде қалады. Түсініп тұрсыз ба? Вот, сондықтан актерлық шеберліктен ойбай, тек актер болып бітпесін деп алып келмеудің қажеті олай болмайды. Міндетті түрде кез келген балаға актерлық шеберлік керек. Өйткені жизнь — это театр, а мы все актеры. Барлық қай салада болса да сізге бұл нәрсе актер шеберлігі қажет. Енді неше жастан бастап беруге болады актерлік шеберлік сабағына? Актерлік шеберлікке мен бағана айтып отырмын, Европада мектеп жастан басталса, мен айтар едім. Балаға после 3 поздно дейді ғой, білесіз ғой, өзіңіз, да? 3 жасқа дейін бала ата-анасының қасында, бар айналасындағы қоғамда болып жатқан, айналасында болып жатқан болмыстардың барлығын ата-анасы үйретсе, 3-тен кейін баланың тілі шықса, актер шеберлігіне беру керек деп есептеймін мен. Дұрыс айтасың. Мысалға, мына 3 жастағы 3-ке толмаған бала қызыңызбен үлкен қызыңызды алып келдіңіз, иә? Менде мынандай методика. Мен ешқашан балаларды заставлять етпеймін. Ешқашан. 1 ай отырама ол бұрышта, 2 ай отырама. Суть мынада, бала келіп жүр. Значит, іштей оған ұнайды. Іштей сол нәрсеге ол жақын. Но дайын емес. Дайын емес. А почему әлі ол дайын емес балаға? Мен оны заставлять етем. Ата-анасы айтады, бүгін де отырды, кеше де отырды бір бұрышта. Сіз оны тартыңызшы, дейді. Кешіріңіз мені, деймін. Бүгін де келді, кеше де келді, ертең де келеді. Әрі қарай дальше да келе береді, если балаға ұнаса. Но бірақ кіріп кетіп қатысуға ол іштей дайын емес әлі. Сіз оны заставлять етпеңіз. Уақыт беріңіз, деймін мен. Уақыт беріңізші деп. Балаға уақыт беріңізші, Құдай үшін, ол іштей жинақталсын, көрсін. Қайсы дұрыс, ол дұрыс па, бұрыс емес па, ол аңғарсын, зерттесін іштей, түсінсін. Ал кейбір бала 1-2 күндікте зерттеп біліп кіріп кетеді. Кейбір бала 1 ай, 2 ай жүріп алады. А соған шыдай алмай ата-аналары баланы жерден алып жерге салып жатады. Кеше қатысқан жоқсың ғой, бір бұрышта отырдың, бүгін алып бармаймын деп психологический давка жасап атады. Сен бостан-босқа отырасың ғой, зачем мен сені тасып деп жатады. Ал ол қате. Мейлі ол бір бұрышта 1 ай отырсын, 2 ай отырсын. Но факт в том, что оған ұнады, и сол ұнағанның арқасында келіп отыр. Иә, терпение керек дейсіз сол. Терпение керек, ата-аналар керек. Ал мен, бала жақтан ол ана терпет. Нені? Сіздің психологический давкаңызды терпеть етіп, өзіне ұнаған нәрсесіне келіп отыр. Келеді, но кіріп кетуге, соның арасына қатысып кетуге ұялады. Неге? Өйткені ол өзінің страхын жеңе алмай отыр. Понимаете? Сол страхты жеңуге сіз ата-ана оған уақыт бермей отырсыз. Міне,
сіз кеше алып келдіңіз, бүгін алып келдіңіз, ертең алып келесіз, отыр, и в оконцовке сол уақытты балаға уақыт бермей алып кетесіз, бала ары қарай ашыла алмай қалады. Енді сіздердің сабақ барысы қалай өтеді? Мысалы, көптеген ата-аналарға қазір қызық болып жатқан шығар, сабақ барысы қалай өтеді, немен айналысасыздар, қалай бастайсыздар, және де бір арнайы методикалық жүйе бар ма? Сол туралы айта кетсеңіз. Гүлфия, айтайын, мен бір методикаға сүйенбеймін. Мен осындай методикаға, қатып қалған методикаға сүйенбеймін. Мен баланың психологиясымен жұмыс жасаймын. Мысалға, Станиславскийдің методикасы қатып қалған біздің, мысалға, енді ол кәдімгідей театрдың жүйесін орнатты Станиславский, Немирович, Данченко бәрі, да. Сол методиканы жайлап отырып, алып отырып, баланың психологиясымен бірге ұштастырып отырмын. Түсініңіз бе? Өйткені мен баланы, вот актерский мастерствоға келдім, если бы я, ну давай сделай, давай, если бы я, что ты сделал бы на сцене, вот давай деп, мен оны шығарып жібере алмаймын, понимаете? Соны мен айналдырып келіп, баланың психологиясын зерттеймін. Например, баланың әртүрлі характері бар. Манағыдай мышечник деген бар. Мышечник балалар секіріп ойнап, барабан соққылағанды, сондайларды жақсы көреді. Да? Гиперактивный балалар манағыдай билегенді, музыкаларды, жүгіріп жүргенді ұнатады. Да? Мен енді оны осында біздің методикамыз бар, отыр деп, оны отырғызып қойып үйрете алмаймын ғой. Сондықтан мен балаға подход жасаймын. Да? Аккуратист балалар бар, өте аккуратист. Ол балалар манағы ұялшақ балалар, өте аккуратист балалар, олар ұялшақ балалар. Ол балаларға мен отырып алып, манағыдай жүгіріп жүріп, мен оларға сабақ үйретпеймін. Аккуратны бетіп, тізіп, жіпке тізіп, тізгендей жайлап отырып үйретемін. Понимаете? Вот, сондай жайлап подход жасаймын. Және де слухач балалар бар, зрительник балалар бар. Солардың барлығын зерттеп отырып мен үйретем актер шеберлігін. Бір-біріне ұштастырдым мен. Біздерде баланың, көбінесе мен баланың психологиясына мән берем. Да? Мен мұғалімін деп баса көктеп, оларға АО деп АБВГ-дан үйретпеймін. Жайлап қана подход жасаймын. Баланың психологиясымен жұмыс жасаймын. Және де айта кететін, баланың үйренетіні де бар. Өзімде аларым көп балалардан. Олардың фантазиясы, олардың ойлау өрісі, олардың пластикасы, как будто бір зоопарктың ішіне кіріп кеттіңде, бір аңна болады ғой, бір жасай алмайды, аңдар жасап жатқан бір пластикаларды, соларды көріп жатасың да. Мама, мен андай қылып гибкий болсам ғой деп жатасың. Понимаете? Олардан үйренерім көп. Балалардың өзі, сосын мен на ты разговариваем, сен деп айтамыз. Менің арамда, мен мысалға, Гүлназ, привет! Гүлназ, пока! Гүлназ апай, вы деген нәрсені үйретпеймін, на ты, потому что сен деген нәрсе көп нәрсені ашады. Біздің арамыздағы арақашықтықты ашады. Балаға жақынырақ болады. Болса, жақынырақ болады. Мен ол баланың ішкі жан дүниесіне кіре алам. Сеніміне кіре алам, былайша айтқанда. Оны мен дос бола алам. Сен арқылы мен оны достық қарым-қатынасқа тартам, понимаете? Жан дүниесіне кіріп, мен оны аша алам. А когда вы болса, ол бала мамаға да вы, апайға да вы. Сондықтан мен ол баланы істеймін. Менің методикам осы. Менің методикам, Гүлфия, бір сөзбен айтқанда, бала құсап, қарапайымды жүгіріп жүру. Айта кетейін, сіздер артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, физическая активность, жаңа физикалық дамыту, барлық жағынан сабақ барысында өткізіп жатасыздар жаттығулар. Сол туралы да айта кетсеңіз, ата-аналар біле отырсын. Мен міндетті түрде актер шеберлігіне қоса сахна тілін қосамын. Өйткені сіз қанша жерден ойнап, қанша жерден сіз эмоцияңызбен бүйтіп ойнап айтып отырсаңыз да, сөзіңіз дұрыс болмаса, ол жетпейді. Түсініңіз бе? Сондықтан мен міндетті түрде баланың тілімен жұмыс жасаймын. Сахна тілі, сценический речь, логопедический упражнениялар міндетті түрде жасаймын. Міндетті түрде. Бала
неге комплексовать етеді бала? Сөзі дұрыс болмаса, дұрыс сөйлей алмайтын болса, комплекс болады. Деп мыңқылдап сөйлейді. А когда сөзі ап-анық, әрбір әріптері естіліп таза сөйлейтін бала, ол ойын жеткізе алады, сөзін жинақтай алады, анық сөйлей алады, ашық айқайлай алады. Понимаете? Сондықтан мен сахна тіліне, сөзге мән беретінім осынан. Және де келесі, демге жаттығуды міндетті түрде жаттаймын. Демге жаттығу ол деген посыл голосы деген болады. Сіз қанша жерден сөйлеп тұрсаңыз, сол сөйлеген сөзіңізді аузыңыздың аялаңызды жинап, ешқандай дыханиесіз айтатын болсаңыз, онда ол жетпейді. Сондықтан мен дыханиемен баланы қалай дем алып, қалай дем шығарып, қалай сөзді ату, посыл голосы дейді ғой, қалай сөзді, главный сөзді ату керек, қандай сөзді главный қылып шығару керектігін үйретеміз. Соған деммен жаттығу жасаймыз. Одан кейін пластика. Пластиканы енді керек. Бұл пластика деген, сізге айтайын, пластика деген нәрсе, ол мизансцена. Мизансцена деген нәрсе, ол күнделікті біздің жүріп жүрген жүріс тұрысымыз. Пластика деген нәрсе сол. Түсініп тұрсыз ба? Сіздің мизансценаңыз, күнделікті жүріп тұруыңыз, ол шахматный, диагональный, перпендикулярный, параллельный, треугольник, көп қой, 13 мизансцена бар. Сол біз күнделікті жүріп тұрысымыздың барлығы, мизансценамыздың барлығы біз күнделікті қолданып жатқанымыз, ол теория, үлкен теория. Ол біздің пластикамыз, біздің ол жүріс тұрысымыз. Қалай тұру керек, қалай жүру керек, қалай қолды көтеру керек, қалай қолмен сермеп әңгіме айту керек. Понимаете? Сол пластикамен міндетті түрде жұмыс жасаймын. Бұдан кейін енді әрине актерлық шеберлік, эмоция, неше түрлі пародия. Мысалға мен қазір кейбір адам, мысалы, пластикам бар, сөзім жеткілікті, эмоциям бар. А енді мен істеуме болады? Ортада душа компания дейді ғой, душа компания дейді ғой. Компанияда, ортада енді мен өзімді не істей аламын, көрсете аламын. Тамаша. Мен біреуді пародировать ете аламын. Ол деген деген сөз. Баланың самооценкасы жоғары болады деген сөз. Самооценка жоғары болды деген сөз. Лидерский качество. Дұрыс айтасыз, Гүлфия. Онда жарқырап жүреді, өмірі жарқын болады деген сөз. Сабағын керемет оқиды деген сөз. Керемет жұмыстарда ешқандай собеседованиеден қиналмай өтеді деген сөз. Вот. Міне көрдіңіз бе? Мастерство. Көрдіңіз бе? Вот, пожалуйста. Қандай керемет. Айтайын, Гүлфия, мына жерде бағана айттыңыз ғой, енді қанша жастан қабылдайсыздар деп, менің методикамды сұрадыңыздар, қалай балаға тәрбие деген сияқты. Және де мен қоса айта кетерім, балаға орыс тілі мен қазақ тілін жеке үйретесіздер ме деген бар, группа. Да, мысалға, қазақ тілі бөлек бола ма, орыс тілі бөлек бола ма деген сияқты. Қазір мен барлығын бірге өткіземін. Неге? Орыс тілінде сөйлейтін, сайрайтын бала, ол Қазақстанда жүргендіктен қазақ тілінде білу керек, меңгеру керек деп түсінемін. Қазақ тілінің, қазақтың классикасында білу керек деп түсінемін. Я жаңа актерлық шеберліктің балаға да, үлкенге де, қоғамға да пайдасы өте зор. Бұны Гүлназ Темірбек қызы кез келген жерде, кез келген кезде айта бермейді. Бұны осыны қазір Гүлфия ханым кәдімгідей мені суырып алып отыр бүкіл жан дүниемнен. Енді бағана қай жерден тоқталдық? Иә, біздерде орыс тілі мен қазақ тілі бөлек жүре ма дегенде. Қазір мен совместно жүргізем бірге, өйткені Қазақстанда тұрғандықтан ең алғаш алдымен қазақ тілін бірінші меңгеру керек. Орыс тілінде сөйлейтін бала болсын, қазақ тілінде сөйлейтін бала болсын, ол бала қазақ тілін бірінші меңгеру керек. Содан соң орыс тілінде, біздер екі тілде де жүргіземіз. Екі тілде, тамаша, еркін сөйлеп. Екі тілде де еркін бала сөйлей алады. Сосын және де қазақта айналайын деген сөз бар ғой. Сол сөзді орыс тілінде, орысша немесе орыс ұлтының балалары, немесе орыс тілде тәрбиеленген балалар айналайын деген, біз Қазақстанда тұрып, айналайын деген сөзді мән мағынасын түсінуіміз керекпіз. Айналайын.
екі группаны мен совместила, и сол балаларға мен айналайын деймін. Өйткені не, айналайын деген сөздің астында біздің қазағымыздың домаланып кәдімгідей жайылып жатқан айнала біздің жеріміз бар. Айналып жатқан әдемі жеріміз бар. Айналайын деген сөзге көп нәрсе сияды. Сол сөзді мен орыс тілінде сөйлейтін балаларға былай түсіндіремін. Мен айта қояйын да, болады ғой. Олжас Сүлейменовтің әдемі айналайын деген өлеңін оқып бергім келеді. Айналайын, айналайын, чудесные слова. Жаль, что русские его не поймут. Объяснить я готова ему снова, только бедно звучит перевод. Айналайын, твоими губами, пусть нелепо она звучит, но другими иными словами ты не сможешь его заменить. Ты Сережу Есенина помнишь, Шагане ты моя Шагане. Айналайын захочешь, запомнишь, повтори Айналайын при мне. Пусть она будет нашим паролем, именами твоими и моим. Мы, казахи, с любовью и болью о любимых своим говорим. Айналайын, тебя называю. Если хочешь понравиться мне, называй ты меня Айналайын, как Есенин свою Шагане. Айналайын деймін. Керемет. Балаларға айналайын деймін. Айналайынды естіп өскен. Айналайынды естіп өскен орыс тілі болсын. Орыс тілінде сөйлейтін балалар болсын. Қазақтар болсын. Айналайын деген сөзді, қазақтың айналайын деген сөзін естіген балалар қор болмайды. Мен сіздерде қандай спектакльдер болды? Қандай қойылымдар бар? Так, балалармен біздер мына халық барып көре алатындай сіздер қойып тұрасыздар ма жиі? Әлде бір арнайы тек өздеріңіздің жеке концерттеріңізде ғана ма? Так, біздер Қарақат мектеп студиясының ашылғанына 1 жыл болды. Біздер атап өттік, қазір 1 жылдан асып жатыр. Үлкен Махамбет атындағы Академиялық қазақ драма театрында үлкен етіп манағы 1 жылдық ашылу салтанатты үлкен концертін берді. Оның басшысы Эльвира Батырқызы. Сол Батырқызының Эльвира ханымның арқасында Атырауда ең алғаш Қарақат мектеп студиясы ашылды. Сөйтіп біздер сол 1 жылдың ішінде балалардың жетістігі өте көп. Өте көп. Қазақстанда, мына Алматы, Астанадан оларды айтпағанда, Ташкентте, Турцияда, тағы да басқа қалалардағы фестивальге қатысып, ояқтан 1-ші орын бас жүлделерді алып келіп жатқанда, жүрегіңдегі прям қуаныш. Вот, я это сделала, вот мен балаларға көмегім тиді. Менің ең бастапқы студент болып оқуды бітіріп Атырауға келгендегі мақсатыма жеттім деген менің кеудемдегі қуаныш. Еңбектің жемісін көріп жатырмын дейсіз. Қуанамын. Неге? Өйткені мен ең басында осы актерлық шеберлігін не үшін ашам дедім? Ең алғаш осы актерлық шеберлігін Атырауда мен аштым десем қателеспеймін. Өйткені бағана айттым ғой, Роза Мұқанова мәңгілік бала бейнесін қойғандағы сондағы сәттегі балалардың не то, что там сахнада спектакльде болып жатқан спектакльді көру былай тұрсын, отыра алмайды, театрда отыра алмайды. Ал бұл балалар отырмақ түгілі Гүлфия ойнайды. Тұрсыз ба? Сол Қазақстанда мына іште ғана осы кішкентай аудиторияда ойнап қана қоймай, шетелге үлкен сахнада ойнау, және де сол манағы сол қалай айтсам екен, сол нәрсені балаға үлкен мүмкіншілік берген Қарақат мектеп студиясы және Эльвира Батырқызына мен үлкен алғысын айтамын. Керемет. Мен өзімнің арманымды, өзімнің мақсатыма қол жеткіздім деп ойлаймын. Міне, ең басындағы мақсатым менің сол болды ғой, Гүлфия. Бұл балалар, сахнада отыра алмайтын балалар, спектакль көре алмайтын балалар қазір керісінше спектакль ойнап, өздері біреулерді қарата алатындай жағдайға түсті. Соған жетті, понимаете?
Вот. Сондықтан мен айтар едім ата-аналарға актерлық шеберліктен қашпау керек. Актерлық шеберлікке керісінше жүгіру керек, келу керек, қатыстыру керек, балаларды раскрывать ету керек, ашу керек. Сонымен қатар балалар ел көріп жатыр, жер көріп жатыр, басқа елдің өнерімен, мәдениетімен танысып жатыр, иә? Ол өте үлкен, керемет мүмкіншілік. Кішкентай күнінен бастап балалар соның барлығын көріп өссе, ол өте тамаша емес пе? Және де келесі сұрақ, осы сіздердің балаларыңыздың арасында телеэкранда бағдарламалар жүргізіп, немесе киноға түсіп жатқан сондай оқушылар бар ма? Сондай тәжірибе бар ма? Енді Гүлфия, біздердің осы Атыраудан ашылғанына, Қарақат мектеп студиясының Атыраудан ашылғанына тек қана 1 жыл ғана болды, 1 жылдан асты қазір. Балаларымыз енді, мысалы, кішкентай ғана вайндарда ойнап жүрген балалар бар. Бұрын ералаштарда ойнап кеткен. Но бірақ қазір біз өзіңіз білесіз, бізде телешоу деген жоқ. Түсініп тұрсыз ба? Телешоу деген жоқ, өкінішке орай біздің Атырауда жоқ. Оны мойындау керек. Осындай талантты балаларды бір көрсететін передача жоқ. Понимаете? Біздің Атырауда ондай жоқ. Сондықтан мысалға элементарно даже біздің балалар кейде орын алып келіп жатады да, манағы телевидениеға шақырады ғой, сол кезде қатып қалған бір өздерінің ережелері, балалар қозғалуға болмайды, балалар лишний движение жасауға болмайды, бала қолыңды көтерме, бала сен маған мынанда қарама, бала сен ана жеріңді бүйтпе, мына жеріңді сөйтпе деп. Қорқытып отырғызып қояды ма? Иә, қорқытып отырғызып қояды. Бала ауыз өзі үреймен келген бала бірінші рет камераны көріп тұр, анандай сөйтіп отырғызып қойғасын, бала үндемей кетіп, үндемей келеді. Ал сіздер білесіздер ма, алысқа бармай қойын, Европаны алмай қойын, Россияда, Москвада, мысалға Россияда, Максим Галкиннің өзіңіз білесіз, передачасын, да? Лучше всех. Бала тоңқаяма, мұрнын шұқима, секіреме, көйлегін көтереме, еркіндік бар балада. Баланы еркін ұстайды Максим Галкин. Сұрақтары қандай, бала жылап келсе, оны күліп, оны өлең айтып, полный импровизация ғой ол жерде. Полный импровизация. Балаға сен әдемі киініп келдің, сен әдемісің, сен әдемі жүресің, сен былайсың деп бала жылап келген баланы басу айтып, оны қалай ашады? Ойлаңызшы, біздерде қорқып келген баланы одан сайын басады. Ашу деген жоқ, ашпайды, басады керісінше, понимаете? Сондайды, енді ондай нәрсеге қалай айтасыз? Мен оны түсінбеймін. Мен ондай нәрсені түсінбеймін. Түсінгім де келмейді. Және де көбіне мен осы телевидениеден қашатыным сол. Ал басқа жаққа телевидениеға шақырса, басқа жаққа киноға шақырса, міндетті түрде, әрине. Міндетті түрде. Қуана жібереміз. Біз бұл тақырыпты толығымен аша білдік деп ойлаймын. Көптеген пайдалы ақпарат болды, шынымен де өте пайдалы, бүгін керемет сұхбат болды. Гүлназ ханым, үлкен сізге рахмет. Шынымен кәдімгі айызын қандырып, образға кіріп, кәдімгі жүрегімізді ашып, құйып, керемет жеткізе білдіңіз. Көп рахмет сізге. Сіздің қатып қалып тұрғаныңыз кішкене өкінішті болып тұр. Енді ерекше жанды балалар болады ғой, өзіңіз білесіз, иә? Сол ерекше жанды балалардың өзін Мария Монтессори қалай қоғамға пайдасы тиетінін айтып кетті. Сондықтан айналайын, өзімнің қазағым, айналайын, сіздерге айтарым, орыс тілде бізге группа ашыңыз, қазақ тілде мы не хотим деген сөзді қойыңыздар. Совместно жүреді, во-первых. Во-вторых, әртіс болып кетеді деп қорықпаңыздар. Актер шеберлігі ол қажет. Сондықтан өзімнің қаным, өзімнің жаным, өзімнің қазағым, актер шеберлігіне қорықпай, керісінше баланы әкеліңіздер, ашыңыздар, көмектесіңіздер. Мен сіздерге айтарым, балаларыңызды қуана айналайын деп қарсы аламын. Керемет. Рахмет, Гүлфия жан, рахмет көп. Шынымен де мына бала дейтін дән секілді,
қалай отырғызасың, не ексең, иә, не ексең соны орасың дейді ғой қазақта, иә. Қалай оны өсіресің, ол барлығы мына ата-анаға байланысты. әрине, мысалға, әрине, әрине. Қияр егіп, одан алма сұрамайсың ғой, сондықтан оны егуіміз керек, оны суаруымыз керек, иә, оны тыңайтқыштармен тыңайту керек. Біз мына тыңайтқыш деп отқанымыз осы баланы жан-жақты әртүрлі үйірмелерге қатысып, баланың барлық таланттарын аша білу, кішкентай кезінен бастап соның бәріне мән беріп өсіру, ол біздің ата-ананың алдындағы міндет, парыз деп ойлаймыз. Сондықтан уақыт өткізіп алмайық. Бала деген ертең ақ өсе шығады. Көптеген ата-аналар уақытты өткізіп алады, әні өскесін, міне өскесін, тағы бүйтсін, сөйтсін, жаңа сіз айтқандай кішкентай, әлі түсінбейді деген сияқты. Мына орыстарда керемет бір программа бар, с пеленок деген. Бәрі с пеленок, чтение с пеленок, математика с пеленок деген, иә. Шынымен де барлығы с пеленок. Кішкентай жаялықтан бастап үйде барлығы мән беру керек, иә, дұрыс айтасыз. Сондықтан бүгінгі эфирдан алған керемет ақпараттардан қорытынды шығарасыздар деген сенімдемін. Барлықтарыңыздың балаларыңыз жұлдыздай жарқырай берсін. Керемет дамыту үшін Аллах тағала сіздерге барлық жағдайды жасай берсін. Сондықтан Гүлназ ханым, сізге көп-көп рахмет. Жұмыста тек қана жетістіктерге жете беріңіз. Балалардың, ата-аналардың алғысын алып жүре беріңіз. Отбасыңыз аман болсын, балаларыңыздың қызығын көріңіз. Рахмет. Сіз, иә, мына Қазақ драма театрында да жұмыс жасап жатырсыз, Атыраудағы. Ол жақта да жұмысыңыз өркендей берсін. Рахмет, тек қана сіздердің осы жақсы жетістіктеріңізді естіп, қуана берейік. Бүгінгі эфирімізді осымен аяқтаймыз. Иә, айтпақшы, Қарақат мектеп студиясында балаларыңызды берем десеңіздер, Гүлназ ханымға тікелей жазсаңыздар болады. Мен парақшамда оны белгілеп кеткен болатынмын. Қарақат мектеп студиясында ерігіне жазса, ол жақта біз туралы мағлұматтар айтып береді. Иә, ал мен тек қана сол жақта ұстазбын. Жеке мен өзім сабақ бермеймін, міндетті түрде сол жақта сабақ беремін.